Так, сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Келесі сабағымызды бастаймыз. Бұл сабағымыз жаңағы механикалық энергия және импульсінің сақталу заңдарына есептер шығарамыз. Вот енді осы есептерді шығарайық. Е балалар, оқулықтан шығарамыз есептің барлығын. Оқулықтан шығарамыз. Вот бірінші есебімізді, вот оқулықтың 111 беті. 111 бет. Оқулықтың 111 беті. 111 бет, бұлай қарай жазатығымыз ғой біз. 111 беттің екінші есебі. 111 беттің екінші есебін шығарамыз. Есептің берілгені бұлай дейді балалар. Тыныштықта тұрған массасы 100 тонна кемеге, массасы 10 килограмм снаряд горизонтал ұшып келіп соғылысқаннан кейін 0,1 метр секунд жылдамдық алады. Кемеге соғылуын серпімсіз деп алып, снарядтың соғылғанға дейінгі жылдамдығын тап дейді. Жылдамдығын тапты. Ол бірінші кеменің алғашқы жылдамдығы ол 0-ге тең. B1K деп қояйық кеменікі да. 0 деген жылдамдықта тұр. Кеменің массасы, давайте МК деп белгілейік. Кеменің массасы МК, ол 100 тонна, достаточно ауыр кеме, да? 100 тонна. Сосын кейін оған снаряд кеп тиеді. Кеме қозғалмай тұр, снаряд кеп сарт етіп тиеді. Сосын ол ары қарай тесіп өтпейді, ол кеменің ішінде қалып қалады, бірақ енді кеме екеуі бірге қозғалу керек қой. Осы кезде олардың алатын жылдамдығы дейді. Но снарядтың массасы 10 килограмм. С деп белгілеппін мен ол 10 килограмм. Енді осы кезде олардың алатын жылдамдығы, то есть оны B2K деп қояйық. Кеменің екінші жағдайдағы жылдамдығы, ол әрине аз жылдамдық, 0,1 метр секунд. Енді кеме тұра жүгірмейді ғой ол ерін. Оқ кеп дегенде ол орнынан сәл қозғалады дегенсіз. Осылай болатын болса, жаңағы оқтың, снарядтың алғаш кеп тигендегі жылдамдығын табу керек. Вот осылай екен есептің берілгенде. Вот осылай дегенсіз. Но енді суретін сіз баяқ қойын, зачем? Балалар түсінікті ғой. Так, бізде әсер оқтың тигенде, әсерге дейінгі от общий формуласын жазайық бірінші. Әсерге дейінгі кеменің импульсі М кеме, көбейтесің B1 кеме, бұл әсерге дейінгі. Қосамыз снарядтікі. Снарядтікін бит жазғамыз МС, көбейтеміз снарядтың жылдамдығы әсерге дейінгі U1С. Сосын ең ол қайтеді. Тең. Енді ішінде қалып қойды десе, тепер ол екеуі бірігіп бірдене болып қозғалады. То есть массалар одардың қосылады деңіз. М кеме қосыласын М снаряд, жаңағы жылдамдығы оның B2K. То есть кеме де осы жылдамдықпен B2K мен қозғалады, снаряд да осы жылдамдықпен қозғалады. Вот міне жерде неге қосу қойдың? Но пока іштен айтуға келмейді, Өйткені мынау 0-ге тең ғой. Сонда тек қана мынаның ғана бастапқы импульс, снарядтың ғана импульсі бар болып отыр ғой, да? Осыдан қайтеміз біз балалар, Осыдан жаңағы ненің U1-сыны табамыз. U1-сы, ол бөлшек сызығының үстінде МК қосыласың М снаряд, V2K, Асында бөлеміз емсіға, да? Емсіға бөлеміз. Орнына сандарды қоямыз тепер. Так. Неменені қоямыз? Давайте. Дұрыс қой, балалар. Дұрыс жаздық па біз? Вот анау 0-ге тең, да? Значит. Так. Енді кеменің массасы неше болды? 10-ның 5 дәрежесі. 100 мың деш, 100 мың, да?
100 мың. 100 мыңға апарасың, снарядтың массасы 10. Осы 100 мың 10 деген сан шығады, е? 100 мың 10 деген бұлай бола ма? Көбейтеміз оны, жаңаның жылдамдығын, ол 0,1 болады, да? Бөлеміз снарядтың массасы 10 болады. 10-да 10 әйтеу бірдеме сан шықты ғой. Но, нешеп шығады мұнадан? 1000 болады ғой, 1000, е? 1000 бір нөл кетіп қалады, қайтадан бөлеміз мұнаның біреу кетіп қалады. 1000 метр секунд. 1000 метр секунд жылдамдықпен снаряд кеп тигер екен ғой. Өмірге жанасады балалар, е? Өйткені жалпысы оқтың жылдамдығы 1 км секунд пісіреді. Сонда 1000 метр секунд дегеніміз 1 км секунд қой. Сонда есеп жаңа реальный шындыққа жанасады дегенсіз, да? Так, ол бір кетті, да, ол есебіміз. Енді келесі есебіміз балалар, е? Бітеді 111-ші беттің 6-ші есебі. 111-дің 6-сы. 111-дің 6-ші есебі. «111-ші беттегі 6-ші есеп. Так, 111-ші беттегі 6-ші есеп оқулықтан. Так, есептің берілген жазамыз. 111-ші беттегі, ол скорее всего 111 емес 112 болама қайтады. 111-ші беттеп алыппын, енді ладно, 6-ші есебі. 111-ші беттің 6-ші есебі деген. Алтыншы есеп, 112-ші бет болады ғой. 112-ші бет болады екен ғой балалар. Все равно дұрыстап жазақ, 112-ші бет. 112-ші беттің 6-ші есеп бітеді. Массалары 2 килограмм және 4 килограмм 2 шар тегіс горизонтал бетте сәйкесінше 6 метр секунд және 4 метр секунд жылдамдықпен сырғанайды дейді. Но М1 бізде тең болады 2 килограмм, М2 4 килограмм, 4 килограмм, Б1 6 метр секунд, Б1 6 метр секунд. Келесі У1 deyek қоя, У1. Ол 4 метр секунд. Мәтінін арқылай жалғастырып оқысақ бүйтіп айтады балалар. Сырғанайды осындай жылдамдықпен. Шарлардың қозғалыс бағыттарының арасындағы бұрыш 90 градус дейді. Екеуі сырғанап кеп, жаңағы бірге қозғалған кездегі қайтадан екі жаққа кетеді, видимо, да? Сол кездегі арасындағы бұрыш альфа 90 градус. 90 градус болса, олардың импульсінің қосындысы неге тең болады? Олардың импульсінің қосындысын табайық. Бұда көп келіп кетері естіңі жоқ екен, иә балдар? Келіп кетері ештеңесі жоқ екен. Екі импульсті көрсетеміз, қосындысын табамыз. 90 градуспен кеп бір-біріне соғылысқан ғой бір. От мысалы біріншісі бұлай, жаңағы екіншісі бұлай міне. Арасы 90 градус deyek қояқ. Мұнан деп жазып қояқ. М1 көбейтілген Б1 да, векторлық шама. Мұнауымыз жаңағы М2 көбейтілген У1. Векторлық қосындысы векторлардың қосындысы деген. Параллелограмм әдісімен қосамыз, бұлай қарай. Мұнау ол екеуінің жаңағы қосындысы П болады, да. Модуль немереге тең болады. Но Пифагормен табамыз дегенсіз, я. Так, М1 Б1-дің квадраты қосамыз М2 У1-дің квадраты. Так, орнына сандарды қоямыз. Так, мұна екеуінің бұт М1 мен Б1-дің көбейтіндісі 12 болады. 12-нің квадраты болады. Ал жаңағы М2 мен У1-дің 16 болады, 16-нің квадраты болады.
Сонда тең шығады, жауабы 20 килограмм көбейтілген метр секунд. Вот міне өлшем бірлігі импульсында килограмм метр секунд деген. Так, бұл есеп осымен бітті. Енді как раз 116 беттің 116 беттегі екінші есеп дейді. Түсінбедім мен қалай екінші есеп болып кеткен. Оны шығардық қой біз жаңа. Мынау 116 беттегі. 116 бет, значит, ол басқа нәрсе деген. Е, балдар. 116 бет. Вот так. Бұл неге берілген есеп, балдар? Бұл жаңағы видимо реактивті қозғалысқа берген есеп қой, ракетаға берілген есеп. 116 беттің екінші есебі. беттің екінші есебі. 116 бет екінші есеп дейді. Так, есептің берілуі мынандай дейді. Массасы 800 килограмм зеңбіріктен, массасы 800 килограмм зеңбіріктен, МЗ деп қояды. 800 килограмм зеңбіріктен жерге қарағанда 200 метр бастапқы жылдамдықпен дейді. Жерге қарағанда 200 метр бастапқы жылдамдықпен V0 деп қояйын. 200 метр секунд бастапқы жылдамдықпен көкжиекке 60 градус бұрыш жасай. Альфа 60 градус көкжиекке бұрыш жасай. Массасы 10 килограмм оқ атылған дейді. О. МО неше килограмм? 10 килограмм. Жылдамдығы 200 метр секунд 10 килограмм оқ атылған. Жаңа зеңбіріктен 60 градус бұрышпен. Үйкөз күшін ескермей дейді. Шығын жоқ, импульс сақталады. Зеңбіріктің кері шегіну жылдамдығын тап. Зеңбіріктің кері шегіну жылдамдығын тау. Но, давай то Z деп қояйық. Зеңбіріктің кері шегіну жылдамдығын табымыз. Вот енді суретін сақ кәділгі дейді. Сурет дегенде зеңбіріксіз баймыз әрін. Условина сызамыз. Так, мынау жаңағы жер. Жердің бетінде зеңбірік тұрды. Зеңбіріктен оқ атылады, бұлай қарай жаңағы оқ. МО деген оқ, О деген жылдамдықпен бұлай қарай атылады. Сосын кен қайтеді. Зеңбірік енді бұлай қарай қозғалады. Міне жерде зеңбірік деген бізге тап дейді. Но біз давайте бұлай Мына көрдің бе мына жерде альфа деп отырған мына бұрыш балалар. Бұл егер біз X өсін бұлай қарай сататын болсақ, X өсін альфа деген бұрыш мына бұрыш міне. Мынау альфа деген бұрыш. Көрдің бе? Сонда импульстің сақталу заңы бойынша балалар, X өсінің бағытында импульстердің қосындысы нөлге тең болу керек. Немесе X өсінің бағытында қарама-қарсы бағытталған импульстер тең болу керек. Мысалы, мына жерде тұрған міне M0, V0 деген импульстің X өсіндегі проекциясы ол всегда косинус альфаға көбейтеміз. Сонда M0, V0 көбейтілген косинус альфа. X өсіндегі проекциясы всегда косинус альфамен көбейтіледі. Ал Y өсіндегі проекциясы ол всегда синус альфамен көбейтіледі. Ол неменеге тең болады? Ол мынаған тең болады жаңағы. МЗ и УЗ. МЗ көбейтілген УЗ. Осыдан енді УЗ-ын тау керек, УЗ-ын табайық. Мен енді әне жерде оқтың массасы мен зеңбіріктің массасын азайтқам жоқ балалар, Это мелочь қой деп ойлап тұрмын. 800 килограммнан
10 килограммды азайтып зеңбірік. Негізі принципі солай шығару керек. Ну, давайте солай шығарып көрейікші. Бірақ басында есеп бітіп айтқан, массасы 800 килограмм зеңбірік деп. Бірақ ол оғымен бе, әлде оқсыз ба деген айтылмаған. Ну, давайте тогда оқ жоқ кезіндегі істейікші. Оқ жоқ кезіндегісі. Оқ дегеніміз неше? 10. В0 дегеніміз ол 200. 200. Көбейтеміз косинус альфа. Косинус альфа. Косинус 60 градустан нешеге тең? 0,5-ке тең ғой, балдар. Бөлеміз таңағы. Неге мізға бөлеміз? 800-ге бөлеміз. Неше шығады, балдар? Ну, давайте 5000 бірдеме, да. Ну, примерно 1,125 метр секунд дейді. 1,125 метр секунд. 1,125 метр секунд. Но қайтеді, зеңбірік жаңағынан атылып көп кеткенде зеңбірік 1,125 метр секунд жылдамдықпен кейін қарай секіреді. Соғат тұрсаң мысалы. Но енді жылдамдық аз болғанымен массасының көп қой, 800 көрдің бе, недай бол, ол соқса, ол сондай жақсы приятный ощущение болмайды дегенсіз ғой. Балдар. Так, ол есеп бітті де, балдар. Ол есеп бітті. Енді келесі есебіміз, балдар. Келесі есебіміз қандай есеп? Келесі есебіміз 121 B2 деген есеп екен. 121 B2. 121-ші беттегі екінші есеп дедім бе? 121-ші беттегі екінші есеп дегенді шығарамыз. 121-ші беттегі екінші есеп. 121-ші беттегі екінші есеп, балалар. беттегі екінші есеп. Так, міне жерде бір есеп қалып қапты, балалар. 116-ші беттегі 5-ші есеп деген қалып қапты. 116-ші беттегі 5-ші есеп. Давайте соны шығарып шығар. 116-ші беттегі 5-ші есеп. 116-ші беттегі 5-ші есеп. Өйткені уақыт бар ғой. Тағы да бір-екі есеп шығарып. 116-ші беттегі 5-ші есеп. 116-ші беттегі 5-ші есеп. 5-ші есептің, по-моему, жаңағы жұлдызшасы бар. Так. Бітеді. Зарядымен бірге алғанда массасы 250 грамм зымыран вертикал жоғары дейді. Ну, зымыран ракета, бірде зымыран айтуда. Массасы, оның үлкен массасы, бағанағы ракетаның бірге алғандағы массасы 250 грамм. 250 грамм зымыран вертикал жоғары 125 метр биіктікке көтеріледі дейді. Аш 125 метр биіктікке көтеріледі. Газ лезде жанып кетеді деп есептеп, менің айтқаным болсаң, бір жолда бірақ жанады деп есептеп, оның бөліну жылдамдығын табыңдар дейді. Газдың бөліну жылдамдығын табу керек. Егер зарядтың жаңағы отынның массасы 50 грамм болса, отын 50 грамм болса, осы отынның бөліну жылдамдығын табу керек қой. Отынның бөліну жылдамдығын табуымыз керек. Отынның бөліну жылдамдығын табу керек. Отынның бөліну жылдамдығын табамыз, Но, балалар, енді қалай бол? Жылдамдық берілмеген, что-то бір ағыш берілген еті бірдем, Значит, ол газ жанғанай, болты ракетаны вертикал бейтіп қойып қойдың, астынан газды жағып көп жердің чу деп атылады. Өзіміз жаңа жылда
әртүрлі неде ракеталар атамыз ғой, со ғой. Вертикал атамыз, сосын ішіндегі оның жаңа газ кейін қарай шыққандағы берген импульсі оның жаңаға бәлемпаш биіктікке дейін апарады, одан кейін ол құлап түседі, отын таусылып қалып болды. Осымен шығарамыз дегенсіз, иә? Сонда былай болып тұр міне. Мына жерде жылдамдығы оның дабайте B1 деп қояйық. Иә, B1. Мына жерге барады оның жылдамдығы B2 ол 0-ге тең, да? Мына жерде көтерілетін биіктігі оның H-қа тең. H-қа тең. Так. Сондықтан біз енді осыдан нені тауып алуға? B1 тауып алуға болады. Иә, балалар, B1 тауып алуға болады ғой. B1 тауып аламыз. Қалай B1 табамыз? Біз білеміз ғой жаңағы, егер Т белінбесе, бүйтіп айтатын. H тең болады, H тең болады. B1-дің квадраты минус B2-ның квадраты бөлінген 2J деп. Но, осыдан жаңағы, мынау B2-міз 0-ге тең, мынау да 0-ге тең. Осыдан B1 табатын болсаң, B1 тең болады. Түбір астында 2JH болады, да? 2JH болады. Орнына қоямыз 2 көбейтілген 10 көбейтілген H дегенің 125. Неше болады? 250. 2500-2500-ден 50 деген 50 метр секунд жылдамдықпен 50 метр секунд жылдамдықпен неметеді екен. Иә, балалар, 50 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Так, енді ары қарай қайтеміз, балалар. 50 метр секунд жылдамдықпен ол қозғалады. Енді газды табамыз. Газ бізде былай қарай шығады ғой, міне, газдың. Бұл газдың жылдамдығы, бұл отынның жылдамдығы. Жаңағы бастауын екеуінде импульс 0-ге тең. Значит, мынаның несімен жаңағы ракетаның импульсімен газдың импульсі екеуі тең болады. Бізде басында бүйтіп айтқан, иә, тұрады, зарядымен бірге алғандағы дейді. Зарядымен бірге алған десе, ол 250 газ шығып берсе, значит, менің массасы ол 200 грамм болады. 200 грамм дегеніміз, ол 0,2 болады, да, ракетаның. Ракетаның ұшқандағы жылдамдығы 50 болды. Енді газдың массасы 50 грамм дегеніміз, ол 0,05 болады. Оның жылдамдығы B0 болады. Осыдан B0 табамыз ғой, міне, B0 тапсақ, неше болады? Тура есептей салшы, B0 тапсаң, иә? 0,2 50-мен көбейт 0,05-ке. 200 метр секунд. Но достаточно үлкен жылдамдықта. 200 метр секунд жылдамдықпен газ шығады екен артынан. Содан кейін ол алға қарай қозғалады деген. Иә, балалар. Балалар, достаточно уақытымыз кетіп қалды. Жаңа енді бір есебімізді жаңағы үйге дегенге қоса салайық, иә? Өткен уақыттар кетіп жатыр, балалар, да? Сонымен үйге, балалар. Үйге беріледі есептер. Осы есептерден беріледі ғой жаңа. Қайда беріледі ме үйге берілетін есептер? Үйге берілетіндер мынау міне, балалар. Үйге берілетін есеп. Жаңа біреу 121-дің 2-сі дегеніміз бізге ол симай қалды ғой, 121-ның 2-сі, иә? Сондықтан бүйтіп жазамыз. 111B3 111B3 115B1 115B1 Одан кейін 121B2 121B2 Одан кейін 131B6 131B6 Одан кейін 131B7 131B7 деген как раз 5 есеп болды ма? Есептерді шығаруда. Есептерді шығару. Есептерді шығару балалар. Так, сонымен балалар, біздің бұл сабағымыз бітті. Осымен назарларыңа көп рахмет. Сау, сәлеметте болыңдар.